Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін сіздерге сывороткадан өте әдемі, ажурный, жұмсақ болып шығатын блины жасап көрсетемін. Естеріңізде болса, бұдан бұрын да мен сіздерге сывороткадан нан жасап көрсеткенмін. Творог жасаған кездегі қалған сывороткаларды қолданамыз. Оған бірінші жұмыртқамызды взбивать етіп аламыз. Осындай венчикпен миксердің керегі жоқ, және қантымызды салып араластырамыз. Одан кейін ұнымызды електен өткізген сыворотка екеуін кезек салып отырамыз. ұн сыворотка соңынан сывороткамызды құямыз. Оны бір кезек қоятынымыз ішінде комочек қалып қоймас үшін. Енді сода саламыз. Сонадан газ етудің керегі жоқ. Сыворотканың өзінің кислотность бар. Және сұйық майымызды құйып араластырамыз. Осындай ыдысқа астын орташа етіп жағып қоясыздар. Осылай пісіп шығады. Өте әдемі болып піседі. Көрсеңіздер, міне тесік болып шығады басында. Сол кезде бәрі тесік болған кезде екінші бетіне аударамыз. Сөйтіп бәрін пісіріп алуларыңызға болады. Міне менің сывороткадан пісірген блинчигім дайын. 1 литрдан істедім. Өте көп, біз жақсы көреміз блинчикті, сосын көптен жасаймын. Осындай сироппен, болмаса сгущенкамен жесеңіздер, қаймақпен жесеңіздер болады. Сіздер де жасаңыздар, жасалу жолы өте оңай. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнаса лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер де бір нәрсе түсініксіз болса, пікірде сұраңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болғаным өткен.